Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым? Каналыма тіркеліп соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Алдағы уақытта өте әсерлі әңгімелер дыбыстайтын боламын. Келінді тәрбиелеген қайын ата. 2 бөлім. Ол шалқып жүргенге үйреніп қалған. Сен әйелсің, сен ұрсаң еш нәрсе қылмайды. Шыдамында шегі бар. Мен бір күні жарылам, сонда шах болады, не болмаса мат болады. Атамның бұл сөзі одан ары ашуыма тиді. Бөлмемнен мүлде шықпауға бекініп жата бердім. Есік тоқылдады. Естімегенсіп жата бердім. Абысыным жайлап келіп, аяулым тұра қойшы енді. Атам ұрысып жатыр, сәл көзіне көрініп қойшы. Үйде жоқ кезде жата бер, сен тұрмасан ол кісі ұрыса береді. Жақсы абысын, қазір тұрамын, дедім де, ол шыққан соң қайтадан ұйықтап қалдым. Осылай қаншама күндер жалғасты. Кейде күйеуім ұрсады, кейде атам ұрсады. Менде жұмысы жоқ, тек абысын мен қайын-ағам. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Атамның ұрысқанын елемей жүр едім. Бүгін қатты ашулы болып келіпті. Келді де, сен өзі келін екеніңді ұмытып кеткен жоқсың ба? Жоқ, әлде бөлмеңізге арнайы шақырту беріп, шақырайық ба? Жоқ, әлде әлемде аяғы ауыр келіншек сен ғанасың ба? Әй, әке-шешең не үйретті? Тағы да шешен тойда алтын сұрайды хабарласып. Қызымды алып отырсыңдар деп. Ал үйде сенің жатысың мынау деді. Таң қалдым. Менде атама шыдамай. Мен шешем туралы, әкем туралы сөз қозғамаңыз. Мен не істесем де өз еркім. Бұл да менің үйім. Тұрам ба, жатам ба өзім білем дедім. Атамның бұл сөздерінен кейін қайталанатынын түсіндім. Алайда мен де ашуымды тежей алмадым. Бұны естіген күйеуім жұмыстан келе сала маған ұрысты. Мен де ұрысудан қаламын ба? Мен сенің әкеңді бағуға тиген жоқпын, малыңды бағуға тиген жоқпын. Мен тек сен үшін ғана тұрмысқа шықтым дедім. Осыдан соң күйеуім бетімнен тартып жіберді. Оған шыдамай шықтым да, жылап жаяулатып төркініме кетіп қалдым. Барсам ата-анам шай ішіп отыр. Отыра қалып жыладым. Бәрі не болды деп сұрағыштап кетті. Мен Асылбектің ұрғанын айтып, одан ары жылай бердім. Анам мені қолпаштап, енді ол жаққа мүлдем бармайсың. Саған қол көтерген еркек емес деп ашуын шығарып жатты. Төркінім менің жағдайымды әбден жасады. Не жегім келсе де алдыма келіп беріп, еш нәрсе істетпей-ақ тек жаттым. Одан басқа не істеймін? Сіңілім мен әпкем келіп, олар мен біраз отырып сырластым. Бірақ олар мені қолдаудың орнына ала көздерімен қарап, енді босанған соң қайтып келген қыз атанып, еще балаң бар, атаң мен күйеуіңді жеңдің деп отырсың ба? Ұрса байың да сені күнде төмпештеп жатқан жоқ қой, өзіңнің ащы тіліңмен ісіңнен тауып отырсың деді. Олардың сөзіне қатты ашуым келіп, кетіңдерші әрі, сендермен сөйлесіп отырған мен ақымақ, дедім де жылай бердім. 3 күн өтті, күйеуімнен үйдегі бір тірі жаннан хабар жоқ. Демек мені керек етпегенін ғой. Әкемен өзім барсам ба екен деп сұрап көрдім. Әкем болса, сен ол жерде бақытсыз емессің. Өзіңді бақытсыз қылып жүрсің. Барсаң бар, мен сені ұстамаймын деді. Анам ашуланып әкеме де қарады. Бір рет қол көтерді, не кешірімі жоқ, бармайды. Менің ойым тез өзгерлі, алайда бұл мінезімнен еш жерде сыймайтыным анық, бірақ қалай бұл мінезден құтыларымды да білмеймін. Маған қатты ауыр тигені, әкем менің кеткенімді қалайтын сияқты. Күйеуімді күнде ойлап жылаумен болдым. Инста парақшасына да, WhatsApp желісіне де кірдім. Бірақ жаңа еш нәрсе жоқ. Расында мен керек емес екенмін. Түн жылап-жылап көзім ілініп кетіпті. Түн ортасында телефоныма қоңырау келді. Ашып қарасам күйеуім. Қуанып бір жағы қобалжып дірілдеп телефонды әрең алдым. Алло, сыртта көлікте отырмын, шықшы. Қатты қуанып кеттім. Тіпті жүрегім жарылардай тезірек үстіме бірдеңе іле салдым да шығып кеттім. Көлікте күйеуім мені күтіп отыр екен. Ақырын келіп көлікке отырдым. Біраз түнсіз отырдық. Сөйтті де ол, үйдегілер қарсы болса да мен саған келіп тұрмын. Әкем қатты ашулы. Сен алып келме, қалай кетті солай келсін, келмесе одан ары деді. Сол үнсіз қалған күйеуім сөзін қайта жалғап,
Мен оған төзе алмадым, себебі сені жақсы көреді екенмін. Менің бүгін саған соңғы шартым бар. Екеуінің біреуін таңдайсың. Біріншісі менімен бірге үйге барып, қандай қиындық болса да төзіп, үлкендерді сыйлап қызмет етіп, соңына дейін менімен боласың. Ал екіншісі, осы жерде қаласың. Бірақ мен кетсем қайта келмеймін. Сенен кешірім де сұрамаймын. Себебі өзің жақсы білесің. Мені қол көтеруге мәжбүр еткен өзіңсің, деді. Бұл сөздерінен кейін қалың ойға кеткен мен үнсіз қалдым. Не істерімді білмедім. Ол да менен асықпай жауап күтіп отыр. Жақсылап ойлансын деген шығар шамасы. Бірақ онсыз өмір сүре алмаймын. Қалған өмірімді оны ойлап жылап сықтап өткізгім келмейді. Сол себепті мен сенімен барамын. Қайда болсаң, мен сонда боламын, дедім. Ол ештеңе деместен рөлді бұрып үйге қарай тартты. Әке-шешеме де ескертпедім, бірақ олар мені түсінер. Кеткеніме әкем қуанып қалар. Үйге барсақ қайынатам мені күтіп отыр. Шамасы күйеуімді жөнге салған осы кісі. Сәлем бердің, дедім де бөлмеме қарай бара жаттым. Тоқта, деді қатқыл үнмен. Жүрегім ұшып кете жаздады. Жаймендеп артқа бұрылып қайынатама қарама-қарсы бетке отырдым. Қайынатам, иә, өзің де біліп отырсың. Күйеуіңді мен жібердім. Бір қыздың өмірін қор қылып, ертең көз жасына қалып баламның бақытсыз болғанын қаламадым. Сенде ішінде балаң бар. Ертең ол өсіп келін әкеліп, ол келіннің қайта кетіп қалса сен де сөйтер едің. Босанатын уақытын жақындап қалған соң, саған қатты сөйлей алмай отырмын. Алайда бір нәрсені біліп жүр. Үйіңе қайтып барғаннан ештеңе ұтпайсың. Қайта ұтыласың. Өзіңнің де, күйеуіңнің де, екі жақтың да өмірін қор қыласың. Өзің қиналғаның мен қоймай жұртты да қинайсың. Осыны түсіне алсаң ризамын. Таңертеңге дейін ойлан. Өткеніңді миыңа салып жақсылап қорыт. Көп ұстаймайтын, ертерек жатта таңертең, ерте тұр, қайырлы түн деп өз бөлмесіне кетіп қалды. Бөлмеме барып, күйеуімнің қас-қабағына қарадым. Неше күннен бері жүдеп кетіпті. Мен сияқты оның да қиналғаны көрініп тұр. Оны жұбатуға ешқандай сылтау таппай отырмын. Жарықты өшірді де жатып қалды. Мен де көп ұзамай ұйқыға кеттім. Таң атты, бүгінгі ұйқы ерекше болды. Ұйқым қанып, жүзім нұрланып тұрғандай. Сағатқа қарасам 6-дан 37. Мәссаған, өмірімде бұлай ерте тұрып көрмеппін. Тұрдым да абысынға көмектесіп жүрмін. Бәрі аң-таң. Қайынатама сәлем салып, шай демдеп қойдым. Күнделікті үйді жинастырып, өз бетімше күн көруді әдетке айналдырдым. Абысыным біраз тірліктен босап қалды. Кейде сенің болғаның қандай жақсы деп мені бір мақтап қояды. Мен оған мәзбін. Көп ұзамай толғатып перзентханадан бір-ақ шықтым. Шекесі торсықтай ұл бала дүниеге келді. Осы кезде атамның айтқаны есіме түсті. Сенің де ұлың болады, келін әкеліп, кейін ол келінің қайта кетіп қалса, не істейсің? Деген еді. Атамның бір қасиеті бар екен. Ішімдегі періштенің ұл екен жүрегі сезіпті. Ол кісінің айтқанының барлығы рас. Кейін келінім мен сөзімді құлаққа ілмей, шаруаға икемсіз болып маған сөз қайтарып тұрса не істеймін? Жоқ, бұлай болмайды. Мен енді жаңа өмірге аяқ бастым. Сүйікті жарым, жанымда балаларым бар. Бір әулеттің келінімін. Білмегенімді үйрететін жеңгем бар. Бастысы менің жаңа өмірге қалыптасуыма септігін тигізіп, өз тәрбиесімен мені шындаған қайынатам бар. Бұндай отбасына келін болып келген менің бағым бар екен. 1-2 күн жаттықта жағдайымыз жақсы болған соң үйге шықтық. Үйге келсе мен үшін мал сойып, қалжаландыру үшін ерекше етіп, ет асылып жатыр екен. Мұндай құрметті күтпедім. Расында менің отбасым ең керемет. Бұндай отбасынан қалай ғана кетпек болдым екен? Бақытсызбыз дейміз. Меніңше бақытсыздықты өзіміз қолдан жасаймыз. Енді бұл дүниеде менен бақытты адам жоқ. Мен бақыттымын. Бұл жас келіннің жаңадан түскен келіндерге кішкене болсын көмегі тиер деген ойдамын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте әсерлі әңгімелермен бөлісетін боламын.